Быйыл 8 ноябрьде кабарты Малкар Республиканы гуманитар тентүгүлө бардырган институтунда бизни белгили жазуучубуз, кесаматчыбыз, филология илмуланы доктор, профессор Толгурланы Зейтуну хурметине аталып, в контексте духовной общности национальной литературы и современность деген биттеурасей илму практика конференция бардырылганды. Конференцияны Илму излем институт була кабарты Малкар Кырал университет бирге курагандыла. Ол күн бери республиканы жерлеринен көп адамла жыйылган эле. Илму була адабият була маданият була күрөшкен адамла Зейтуну жууклары ахуллары да келген эле. Конференцияны тарых илмуланы докторы, профессор, бу институтну директоры Замихов Касболат Фицович ачкан эди. Ол кесini көп жылланы ичинде бирге иштеп келген теңин, жүректен келген жылы сөзлө биле бек эрүү сагынган эди. Толгурланы Зейтунну болдурган ишлерини кыйматына улуу даража бери, бийик бага биче, адамлык шартларында черте конференцияны бек эрүү жүрүшкө салган эди. Нашей конференцией мы отдаем дань памяти человеку, который очень много сделал для культуры своего народа, признанному филологу, критику, литературоведу, а также известному прозаику, члену Союза писателей, нашему коллеге и старшему товарищу Зейтуну Хамидовичу Толгурову. Он рано потерял родителей. После всей тяготы, связанной с депортацией, удивляешься целеустремленности его самых юных лет, когда этот человек рано осознал и понял, что труд и образование, они могут принести очень многое и ему самому, и, наверное, он это на определенном этапе уже думал о своем этносе. Зыбла филология илмуланы кандидаты Гиргокланы Лейля болуму алай түшүп конференцияга келе алмай калган филология илмуланы докторы профессор Улакланы Мактыны Толгурланы Зейтунну чыгармачылык илму ишине да көз карамын ачыклаган докладын окуган эди. Зейтун Толгуров одинаково популярен у национальной интеллигенции и рядовых работников наших сельхозпредприятий. Его произведения находят живой отклик в сердцах жителей не только самых дальних балкарских и карачаевских сел, но и русскоязычных читателей региона. В этом утверждении нет ни капли ретуши. Как ученый, Зейтун Хамидович явился тем человеком, который сумел поднять национальное литературоведение до уровня лучших образцов научного анализа литературного контекста. Зейтунну калам карындашлары да аны жашауы замансыз үзүлгенине жарсы чыгармачылыгына бийик даража бере ар бири кеси сөзүн айткандыла. Лишения и трудности, невзгоды, перенесенные во время высылки, депортации, несомненно закалили Зейтуна Толгурова, заставили раньше времени, по сравнению со сверстниками, повзрослеть, ибо ему пришлось до конца пройти все круги рукотворного ада и сохранить свое человеческое достоинство, которое ничто не поколебало. И эти нечеловеческие страдания выписывали из него большого ученого, крупнейшего писателя-творца. Думается, мы только-только начинаем, и то пока смутно осознавать, что для всех нас, для всей кабардино-балкарской литературы, для всей многоязыкой российской словесности значит Зейтун Хамидович Толгуров. Чем дальше отдаляется день его физического ухода от нас, тем больше мы осознаем и чувствуем, как он актуален и необходим для сегодняшней науки и словесности Кабардино-Балкарии. Когда уходят из жизни наши друзья, когда теряем собратьев по перу, когда лишаемся близких коллег, мы часто выражаем соболезнования. Смерть Зейтуна Хамидовича Толгурова – это самая невосполнимая утрата. На сей раз это в первую очередь тяжелая потеря для нашего балкарского народа. А потом для науки, а потом для национальной литературы. Он как никто сделал много для своего народа. Он как никто умел сказать жизненную, важную фразу слова о народе.
Толгур улуну илму карындашларда ол Россия дарарада ишлеген алим болганын черте, har biri кеси көз карамына көрө аны илму казнасыны энчи өзөклөрүн ачыклагандыла. Филология илмуланы доктору Кутов адам Зейтунну жашауыны дагы да бир өзегин, устазлык чагын ачыклай, один штрих к портрету ученого и педагога деген темада токтаганды. Когда очень глубоко почитаешь человека, о нем трудно говорить, потому что ни скажешь, а остается еще больше. Я абсолютно соглашусь с Казбулатом Фицевичем, когда он сказал, что это многогранная личность. И сложность состоит в том, чтобы не упустить какую-либо из его граней. 50 лет стажа педагогической деятельности, начиная от старшего преподавателя и далее заведующие кафедрой русской литературы, и потом заведующие кафедрой болгарского языка и литературы, огромнейшее. То есть, по большому счету, вне этой деятельности он себя не представлял. Но, тем не менее, он ведущий, признанный в научном сообществе литературовед. Если посмотреть даже элементарно вот на название его литературоведческих трудов, особенно в контексте духовной общности, вот присутствует духовное. Вот настолько человек, который... это не просто одухотворенная личность, это действительно была духовная личность, высокодуховная личность. Если мы берем эстетика Көз Карамы, если мы берем миллет литература, национальное сознание, национальная литература, движение балкарской поэзии, процесс, и все это в области духовности. Если мы беремся говорить о его творческом наследии, об авторе уникальных произведений, то есть книги, которые мы берем в руки, мы можем полистать, отложить. Есть книги, которые, может быть, даже запоем прочесть раз, от корки до корки, и отложить. А есть книги, к которым мы возвращаемся вновь и вновь. Именно из литературоведческих трудов в контексте духовной общности была моей настольной книгой. Вот даже на тот момент, когда работала над диссертацией кандидатской. И вот задаешься вопросом, а почему так? А потому что там есть ответ на все вопросы. Ты ищешь психологическое начало, и оно присутствует, а тут философское начало. Здесь символика, там семиотика, и даже вот эти краски, колористика. Как бы Зейтун не относился к русской или к зарубежной литературе, у него всегда были собственные такие фирменные толгуровские открытия. Даже в «Большой медведице», где героем является казак, допустим, там та же самая ситуация, гражданская война, сразу после революции, надо определиться, ты с белыми или с красными, ну, примерно как Григорий Мелехов, да? Но как удивительно, он наполняет все это балкарским этнокультурным материалом, потому что если Мелехов между двумя берегами не может разобраться, то толгуровский герой, казак, он удивительную вещь говорит. Он говорит, а почему только два берега? Может быть и третий берег, потому что между горными реками всегда бывают валуны, большие прочные камни, на которых можно благополучно пересидеть. И таким образом он обозначал понятие обречества, которое на самом деле было в Балкарии, на Северном Кавказе и так далее. Затем я хотела бы обозначить кинематографичность его текстов. Я уверена, когда-нибудь кинематографы, режиссеры обратят внимание на его романы, и их будут снимать, потому что они на самом деле, вот употреблю те слова, которые обожает Тахир Толгуров, мы с ним совпадаем, они очень фактурные, там очень много моторики, сенсорики, вот то, что ценит вообще любой читатель. Я приведу просто вот один мой любимый пример, как начинается просто начало романа «Большая медведица». Представьте себе такое сонное село, пусть это будет Верхняя Балкария, сонное село, все, тишь, благодать. И вдруг появляется в небесах коршун, который облетает все село, высматривает жертву в виде какой-то курицы, да, хватает ее и начинает с этой трепыхающейся птицей, по-прежнему там пытается улететь. Все село высыпало, все смотрят, чем эта драма закончится. И вдруг неожиданно выстрел, который попадает в сердце этого хищника, он падает вниз, птица тоже, курица тоже убежала куда-то. Конечно, у читателя такая интрига, что же случилось, кто же выстрелил. Но оказывается, что выстрелил как раз революционер, который из России приехал, его зовут Аслан,
И вот с ним вместе пришла революция на землю, ну, Балкарии, Кабардино-Балкарии, назовите это как хотите, или Кавказа в целом. Второй роман, о котором я тоже очень коротко о своих просто маленьких откровениях хотела сказать, он называется «Голубой Типчак». И вот видит Бог, когда этот роман прочитала, я сама говорила Зейтуну Талгурову, я говорю, ну почему вы такое название дали неправильное, «Голубой Типчак»? Это такой удивительный роман про мать. Я вот на самом деле прочитала очень много произведений по зарубежной литературе, по мировой литературе, но нигде более сильного образа матери вообще не встречала. На самом деле, вот судите сами, как он изображает эту мать, да? Я думаю, что здесь во многом сыграла роль биография самого писателя. Во-первых, конечно, это его родная мать, которую он потерял в 6-месячном возрасте. И я думаю, что у него, во-первых, было огромное желание хотя бы на страницах, печатных страницах своего романа сохранить дух этой матери. Это одно. Второе, конечно, между матерью и сыном, вот эта история драматическая тоже. Я думаю, что в этом отпечаталась обязательно история депортации балкарского народа, когда сама родная земля тоже не хотела отпускать народ. Вот эта трагическая разъединенность земли и сыновей этой земли отпечаталась. Ну и в-третьих, конечно, тут архетип самой Великой Матери с большой буквы. В Талгурове было такое замечательное, я это называю мефистофелевское начало, вот такое созидательное, конструктивное какое-то мефистофелевское начало, вот благодаря которому ему сильно удавались отрицательные образы. Вот Бальзак сам признавался, что он положительные образы вообще не любит в литературе, он любит отрицательные, потому что они полнокровные, они необычные и так далее. Вот в этом плане Талгуров тоже меня поражает. Вот этот маленький пример опять хочу привести по этому поводу. Вот смотрите, этот маленький сирота-мальчик, он, который так сильно тосковал по своей матери, он просто иногда смотрел в сторону леса, гор, ну у нас все леса такие гористые, да, и он заприметил там одно деревце, которая сильно ему напоминала родную мать, потому что у нее была красная косынка, желтое платье, и он тосковал по этому дереву уже. Но я бы не догадалась бы, что дальше с этим образом сделает Талгуров. Но у него появляется вот эта героиня, то есть злые низшие силы, одна из них. Она просто берет топор, пошла в лес и под корень срубила это дерево. Даже это дерево. То есть даже метафизический образ матери не допускался рядом с этим мальчиком вот теми самыми злыми низшими силами. И читая этот роман Талгурова, я обратила внимание на кабардинскую страничку, которая там есть, потому что когда вот эта блаженная Халимат, весь народ выслан в Среднюю Азию, ее как сумасшедшую просто оставили, и она бродит по этой пустынной земле, натыкается на кабардинскую кошару, где там старик выносит кусок хлеба и спасает ее от смерти. Это просто такие вещи имеют большой культурный смысл, я бы сказала. Вот этого сироту мальчика в итоге спасает от красного террора, который, да, он эти вещи тоже описывает, то, что творилось в Верхней Балкарии в 40-е годы. От этого красного террора, этого сироту мальчика-балкарца спасает русский офицер Сергей Кравцов. Он его забирает, усыновляет, забирает навсегда в Россию, чтобы дать ему достойное образование, устроить ему счастливую жизнь там и так далее, да? А одновременно сам Сергей Кравцов навсегда в Балкарии оставляет могилу своего отца, который погиб на гражданской войне, да, вот, ну, даруя горцам свободу. То есть вот такой крест-накрест, да, но в художественном образном воплощении. Прошло уже 3 года, но все-таки трудно осознать действительно, что мы потеряли прекрасного человека, замечательного литературоведа, любимого всеми преподавателя и, конечно же, я считаю праве сказать, настоящего надежного друга. Юрий Тхагазитов аннан ары толгурланы Зейтунну жашы Тахир Блаберге хазырлаган «Организация времени и пространства в адыгской и карачаево-балкарской версиях Нартиады» деген докладын окуганды. Родство и единство культур народов Северного Кавказа определялось и сегодня должна определяться единством архаических форм эстетических представлений, восходящих к героическому эпосу Нарты. Уже нельзя не учитывать и того факта, что долго развивающиеся в тесном географическом соседстве и внутри одного
политика административного объединения культуры и литературы, естественно, приобретают контактные связи, а также смыкаются на основе общности социально-исторического развития. В самом деле, если рассматривать кабардинскую и балкарскую культуры, то вряд ли, казалось бы, можно говорить о необычайной интенсивности их взаимодействия и взаимовлияния. Они ведь принадлежат к различным языковым и этническим группам, но в то же время нельзя не считаться и с фольклорно-мифологическими традициями этих культур, восходящих к героическому эпосу Нарты. Кстати, после погружения в глубины национальных версий Нартиады не мешало бы многим патриотам, патриотам-ученым, вернуться из ледникового периода, но уже к деидеологизированной идее о том, что нарты – общее культурное наследие всех народов Северного Кавказа. Именно тогда и высветится в общезначимом этико-эстетическом контексте то исконно неповторимое национальное своеобразие и основы типологической общности культур народов Северного Кавказа. Biz dağı da beri kelgen adamlarını bir kavımı bulada söyleşkenbiz. Бүгінгі күнде біз аны бекзілейміз. Нек дегенде не чақта да, не қуаныш, не бұшу күнде де ол білеклі ете білейді. Сора дағыда бек ұлы шалларынан бірі милетін сүйген, милетіне берілген. Бұлай бош беріліп қалмағалай, ұлы білім алып, төгеректен, баштан. Сора ол білімні ол милетіне қайтарға күрешейді. Сора аны ізлемі бек ұлы еді. Артығырақ та жаш төлден. Аны қолында оққалла, андан білім алғалла. Аланы қалайса да бір енші еллері барды. Ала қалайса бір терелікке, білім терелікке, мағылай жалдарыла, қалдарыла беріліп қалып, маңдан, зетінің қайырындан, маңдан ол білімінді алып, алай қайтқанша алайдыла. Сорадағыда ол Шымал Кавказда, не Россияда бір айтқылық жазушы. Енді жаза башлаған адамның кітабы шығыйсы, ол кітапны оққалла бір 100 адам бар есе, аланы араларында зейтун бар еді. Ол кітапны 10 адам оққан болса, аланы араларында зейтун болды ғой. Жыланда бір адам оққан болса да, ол да зейтун болды ғой. Ал етті білімі бек болды еді. Сұра, Аллай білімлі адамла, бүгін күнде бізге жетішмейлі. Нек дегенде біз лахор өтерге, хапар айтарға өчпіз. Алай кесімізні білім жаны бола, кесімізні өстірге бар. Қалайса әрінген етеміз, қалайса ол жатыға заманымыз жетмей қалады. Ола Шымал Кавказда болсын, Россияда болсын, Тышқаллада болсын, Америка болсын, Германия болсын, Францияда болсын, Япония, Қытай болсын. Алан бүту ақылман жазушыларын, ақылман белгілі адамларын, шығармаларын білмей амалы жоқ. Алайда мен ол жазушы еді, дағыда әлім еді. Аны шыны бар, дағыда бек ұлы энциклопедист еді. Тәнзиланы бір аламат аңат алған назмысы барды. Бүгінгі бізні кәзіміміз да, қайсынымыз да сенсе зейтун деп. Керсібеді Аллай кәзімні, қайсыны бикліктеріне жете барған Аллай. Айырма жазушы етті. Аллай айырма ақылман етті. Бүгін күнде де бізге ол жетішмейді. Алайда зейтунға ұшаған. Зейтунға ұшарға күрешкен. Зейтундан бұлай үлгі алған. Жашларымыз, қызларымыз милетімізде көп болсынlar. Нек дегенде ол ұлы білім болған. Демеңгілі айырма ақылман етті бізні өктемлігімізде. Енді зейтунны шыннан айтқан заманда ана озған заманын айтырға жарамайды. Сөз үшін нечі? Аны ол жазған бүгін сағынып айталы қызғыл кірдіклі, ашық ойын, аю таш повестлері. Алай алықа кең оқучы аны шығармашылығын алқаттыңылы оқып бошамаған нектеген сағатта бізде аны трилогиясы шыққан еді журналда.
аз тираж була. Ол Хутай, 3 роман, аңа трилогия дейле да. Sonra кафедра повести, дағы да бір қауым повестері суатта китап болып шығарға hazır болырла. O zamanda biz аны бүтін қалай ұлы адам болғанын, әмді қалай ұлы жазушы болғанын бүтін шағат болдықпыз. Ол алай бір іш етіп алай кеткенде, қалай аңыларға керекті жазушыны, поэтін болсын, жазушымы болсын, ол оқушыға аңылатма сөзлікче, аңылатма ішлерін бардырғанды. Ол ештеді бірінші біздің литературамызда критика была күрешкен адамларымыздан біреді. Әмді аны бек ұста биікте бардырғанды деп мен алай сунама. Аны үсі біле біздің литературамызға баға бичиледі. Нектеген сағатта аны ол sıfatlары, ол құраған sıfatла, ол есте қалады. Ол қайсы миллеттің адамы оқыса да, оны ол жігітлерінен үйренген етеді. Ол жігітлері біле жанын бір етерге етінеді. Аны себепле ола ұлы жазушыны шалларынан біреді. Зейтун ұлы жазушылары болған миллет, ол ассалы миллет түйді. Ол Мемме деген миллетле біле тең болғанына бірде бір шек болмазға керекті. Зейтун Хамидович Талгуровла мені жашауым бегалынан, бегелттен байламыма. Студент болған заманда Зейтун Хамидович бізге лекциялар оқыған еді. Артта бір қауымсыздан мен дипломныйым жазғанда таматалықны Зейтун Хамидович еткен еді. Жылла өтпелі менді аспирантураға кетіп, аннан қайтқанда Зейтун Хамидович бір кафедра ішлерге түшкенді. Бір кафедра ішлегеннен sonra докторантура болғанда басшылықны Зейтун Хамидович еткен. Ана айтқаным, бітте жашауым бұлай есіл болғаннан sonra жашауым Зейтун Хамидович байланды. Писатель, ученый, педагог. Кертіға Зейтун Хамидовичтің үстіне айтқанда бегалға ұстаздығын. 220 жылдан 50 жыл болу ол ұстаздық еткен. Ол қағыт зат алмағалай бізге Пастернактың болсын, Блоктың болсын, Ахматовың болсын, аланы үстінен назмуларын да көлден көп білейді. Аланы үстінен айтып башласа, кертіға тыңылап, сейілсеніп тұрып салайды. Студенттерінің көптөліні оқытқанды Зейтун Хамидович. Аны шығармаларын айтмағалай, санамағалай болмас, малқар литератураның үстіне айтқанда. Ақ Гранчам дейсі, Аюташым дейсі, Бегертті жазған роман Құтайым дейсі, қайсы да халқымызына бек белгілі заманлары, бек бұлай қиын заманларын, әні орысша айтқанда эпохальный, кертті бұлай түрленулі болған, халқымызда түрленулі болған заманланы үстінен хабар айтқанда. Жазушы Талгуров кертті да заңы золлабла барғанда. 20-10 жыллада болған ішлені, халқымызда болған ішлені қара ақ демегелі бұлай болғанша о заманлан үстінен жазы бол башлағанда. Енді қалайда айтығыз, алай малқар литературада қара сөзлі жазылғанына Зейтун Хамидовичтің үстінен айтмағалай, аны шығармашылығы жолын үстінен айтмағалай, хабар толы болдық түйілді. Үшіншігі, ilmu адам Зейтун Хамидович студент заманда башлағанда ilmuға күрешіп, бірінші диссертациясы ана орыс литератураны, повести романы Галины Николаевы деп. Артта
докторскийны Шымал Кавказ литератураны үстүнөн жазганды. Ол докторский монография болуп чыгады. Алай андан sonra bir 300'den артык статья жазган Зейтун Хамидович. Битте о статьяларда Кәзімнің үстінен болсын, Қайсының үстінен, Керім Отаровтың Танзиляның үстінен болсын. Ол кесіні кесамат сөзін айтқанда бек ұлы білімі болғана себепле аланы тинткенді har жазған статьясында Малқар литератураның бір бетін açıqlағанды. İlmuda da en Malqar Qaraçay literatураны, Şimal Kafkaz'ın literaturalarından адам жазама десе, o Zeytun Hamidovич жазғанға тиянмағалай, аңа қарамағалай, аны еске алмағалай сөз айталық түйілді, аны кімді не айтсын, оны алайды. Саулай алып қарағанда Зейтун Хамидович бір еткен İlmuda da, ұстазлық ішінде де, жазушы ішінде де. Аны бір адам еткенді деп айтырса түйілді. Аллай бір көп іш қойғанды, көп іш еткенді. Бұлай конференцияда қалайсы құрғақ сөз айтып қойыпсына. Оны тінткенді еттілі, ол Малқар литературада, Малқар культурада не жерін алғанда, аны үстінен көп айттыла. Айтылмай қалған неді мен аны айтырға сүйейм. Зейтун Хамидовичне китаплары шыққанла. Алай собрание сочинений деп, не избранное деп. Бұлай қара сөзлі жазған біріктіріп, бір том болады, 2-3 том болады. Бір аллай басмаға бір аллай зат шығарған, басмада аллай зат шығарсала, бек керек еді, бек керек ешпеді. Нектесең журналлада шыққанда, әнші китап болып шыққанда, алай саулай бірге жиылып, шықса, ол бегілдіш болды ғой, бегілді қошымшылық болды ғой, біздің литератураға, біздің культураға. Ол күн жыйылғанланы арасында жаш төлі студентлер де бар елі. Толғырланы Зейтунны чыгармачылык казнасы жаш адамланы илму ишке көллендіргені де қуандырычады. Толгурланы Зейтун bizne en бағалы литератураверлерибизден да, әлімлерибизден. Bizde Кабарты Малқар университетте аңа аталған конференция болуқты. Мен да ол конференцияда аны кафедра повестин тинтеме. Аны үсінен хабар бардырықма. Ол повестинде Зейтун Хамидович кесіні біттеу жашауында жүрек жарсуларын açıqlағанды бізге. Сөз үшін алай бір бек проблемаларынан ол бізні ана тілі біз ұнытылып барған проблемады. Бізні ата-бабаларбыз, ана-бабаларбыз көп сынағанла, ұрышыны да көргенлі, көчкүнчүлкүн да көргенлі, алай бізге бізні адеплер, бізні намыслар, бізні ана тілі, бізні сақлағалы. Алая бұл эпоха глобализацияде бізні ана тілі біз, адетлері, біз да намыслары, біз да ұнытылып барады. Зейтун Хамидовична аңа бек жаны ауырғанды. Аны кесіні кафедра повестінде ол бізге açıqлайды. Дағы да башқа проблемаладан бізні өсіп келген сәбилері біз ол сыйнамыз етмеген таматаларына да бек жарсығанды Толгурланы Зейтун. Ол низамсызлықны да кесіні кафедра поэмасында açıqлағанды бізге. Алында айтылынғанша, ол күн конференцияны барғанына Толгурланы Зейтунны жуықлары, қаршы адамлары да қатышқан елі. Біз алаблада сөйлешкенбіз. Бүгін бұлайда сөйлешкен әлімлеге көлімнен спас етеме, сау бол деп айтама. Har жашау жолын, har атламын алай тыңылы, алай терен сөзіп, алай әрі сөзлеблі, ақылы сөзлеблі айтқандыла. Аланы айтқан сөзлері, ол атламын чертіп айтқан сөзлері, мен бұлайды олтырып тұрғалай көз алымда өтіп бар елі. Ечінде 8, мен аны қойнында тұтуғанма Зейтунны. Аны алықыва арқамда тіреуімді деп тұрғалай. Замансыз ерте кетіп қалғанына бек жүрегім жарсып, қиналып жашайма, инанырғымда келмейді. Мен Құдайланы
Әзізді қызыма. Алайда бір айтырға сүйгенім, чертерге сүйгенім, Әзіз кесі жашау қиыллықтан білім алырға, оқырға оңы болмаған еді. Аланы думала әлде үйлерінен қыстап, бірінші этажын сельсовет етіп, түкен етіп, екінші этажында школ ашқан еділі. Анда сәбейлі оқырға барсала, ала айтучы еді атам, әшік игі тыңғыл жабылмейді да, жепічіге бар еді. Мені алайдан қарайым да, ол учитель үйреткен харфланы алайда үйреніп, ештіп тұрайым да, тышына шықсам, аны таяқчықны алып, үзмезде чертіп, алай үйренейім дейді. Ал етіп, азбуканы уже үйрене, гитеренне жете барғанымлай, школны директоры бір күн көріп қойды да, жағамнан тұтып, екінші этаждан ешке сызып егенде, барып бірінші этажды атлауышларына түшкенім. Мені о күнгі açığanım бір-бірде түшімде, o gün жаңыдан жығылғанша алай болама девчі еді. Sonra ол учительге алай айтқан еді дейді. Көремсе, бұл бөрі баланы, о сенде иттен туғаларың білім алғыншы, ала үйренгенші, бұл барында біліп қоярықты. Бүгіннен әрі мен бұлайда мұны көрсем, сені ішіңнен қыстарықма. Жіберме мұны бері деп айтқан еді деп, атам жыламсырап айтучы еді бізге. Анан sonra енді жашауыны жолы алай болды. Анасы Ertte кетті, атасы бұла түбешерге амалы оңы болмай, біздің семьябызға алай түшкенді. Қарт ұнналары зәбіт қарып келтіріп, кесінді қызына мені қарт анам Афуға, Ахматланы Лоқманны қызы Афуға тұттырған ет қолчығыннан. Нетсең де енді сен өстір мұны саңа аманат етеме деп. Мені атама әзіге ол жыл 14 жылына келген еді. 14 жыллық сәби біле қарт анабыз оны өтіп, не дейсе әзіз деп айтқан ет дейді атам. Та не деріксе, үйге келген қошылған ол ақшыды. Мен уже ішлерге колхозға жүрі башлағанма, мен кетсем, саңа бұны өгер болуқты. Қорқма, өсер, адам баласыды деп алай қойғаным үйде анам қорққалыққа деучі еді. Арттауа көчіп, Павлодар областы Щербакинский район село Назаровкаға деп бір елге түшкенімізде, алайда мені анам Афашоқалан Ибрахимні қызы бұла бір үйдегілі болып, үй құрап, алайда жашап башлағандыла. Зейтун бірінші классқа барғанды. Шақы болмай жазарға анам алай түчейді, қызыл чүгіндірні ezip andan şakı etkenem. Annana sonra аңава құрымны, пешні құрымынан қошып болғап, жазарға зейтунға шақы еткенем дейді. Sonra аны барып жазып башлағанда учительліва көріп, о шақыны тілеп, бізге де етсейді твоя тетя деп ала айтқанда, мама шақы етіп беріп тұручейім учительлеге дейді. Анда бір насыпқа школны завучы неміслі түшіру болады. Ол да бізнече көчіріліп келген адам болып, о сәбейні жетчелігінден уже башқа түрлі қарамы, башқа түрлі бір жашауы, көз қарамы бір башқа түрлі болған, о бірсі сәбейледен сезіп, аны айырып, мені атама айтқанды. Сергей дейілі, әзіз деп айта білмей. Сергей, у этого мальчика большой потенциал, у него большое будущее, несмотря, что он такой маленький, что он тщедушный такой, у него большое сердце. Сергей, помоги ему учиться, деп алай үйретіп, алай оқытып, тетрадла тапмағанда жиылып тұрған кипа газетлені келтіріп беріп, ол учитель бізге Зейтун аны башында пойлаларында, açık жерлерінде ол харфланы жазып алай оқып башлаған. Ол кесін өксізме деп бір заманда да санамағанды. Нетчечікле о семьяға түшіп, атам да аңа асыры тежеп тұрғаннан аңа білімге жолын ачарға күрештен. Ол бір кере де мен бұлай болдым, аңа бұлай қиылық бойныма түшті деп аны жүрегінде ол болмаған. Аны үшін аны жүрегі базық да, еркін де болып алай өскен сәбей болған. 7-ші классны бошағандан сұра районға игенет. Аннан бошай тұрғалай меркеге көштік. Әр көчіп барғанда уже қазақ школға түшті.
Андава экзаменлени берге медальға бара түрүйді. Қазақ литературадан айтырға керек еді, билетлеге. Кече біле олтырып, ол бір оқиды, сіз аны бір көргейгіз. Бірінші кере мен Пушкинні шығармачылығын, Зейтунны авазы бұла қазақ тілде ештенме. Ол анама айтыйды, үйреніп, уже билетке hazırlап, билетлерін отвечать еткен. Мамам тыңылап, ен бұлайын алай айт, бұлайын айт деп, алай еспей таптырыйды. Мен тыңылап тұрайым, бір сказкалаға неге тыңлағанша, маңа аны тілі, аны таушы, бүгінде құлағымда бір сейерлік, бір толқынла, бір сула барғанша алай авазы құлағымда тұрады. Бір есімде қалған сөзлері, аннан sonra алай шатық жоқ есімде қалмағанды. Желпілдеген қара теңізні жағасына келіп, алтын балық деп айқайлады қария. Тыңдаймын саған, қария, не керек, не болды енді тағы саған, деп қара толқыладан жүзіп шықты алтын балық қарияны алдына деген сөздері құлағымда, малай жүрегімде қалып қалғанды. Аннан sonra болыр еді литератураға бұл жанына жүрегім беріліп, школыда бойшағалай Зейтун келтіріп, университетке оқырға кереге болышат. Аны бұла жашауымы, жол ызымы, литература бұла, ұстазлық бұла байлап. 51 жыл бұла 6 ай школда орыс тілден, малқар тілден урокла беріп, алай пенсияға шыққанма. Бір назмы жазғанмада ұлы ұстада түлме, аны оқырға сүйеме. Зейтунға, гетчеліктен өксіз қалып, сен қалы Сібірге түшкенсе, анаңы егечіні көкірегіне қысылып, көп жылланы өскенсе. Төгеректе жуық теңда сені бек сүйгенділе, 7 жылыңда школға барып, орыс ұстазланы сейірсіндіргенсе. Эслі жашчық Зейтунчук, деп сылар еді башыңы бұба, анаңы танымай өстің, қиналыр еді бұба. Жүрекке жүрек жауын аямайын, сақлар еді көліңі бұба, көп қиылық сынадың, деп желер еді жарлы бұба. Сүргін қиылық сынап, қайттың сен Кавказға, бірінші таулы жаш болып, профессорлыққа жеттің Зейтун. Миллетіңе өктем тыпыр салдың, белгілі хапарларың бұла, жаш төліге үлгі бердің, ақ гранча деген шығармаң бұла. Жүрегімізден кетмейсе, сен жашайса көлібізде, қара күрпіч açың бұла, ұста сөзлерің біля. Қийналадыла теңлерің, жарсыйдыла соқталарың, әрубеттен қарайдыла оқытқан сабилерің. Бұллым елде бүгін, ескеру күн еткенділі, әру сөзлерін аямайын, саңа жетсін дейділі. Конференция бошалғаннан sonra біз Толгурланы Зейтунны соқтасы, филология илмуланы докторы, Илму излем институтыны Карачай Малқар адабиятыны секторыны таматасы Сарбашланы Алена аблада сөйлешкенбіз. Біз бұл конференцияға hazırlanған заманда конференция бұла байламлы қағытланы біз тыш республикалаға да жібергенек. Бізге Башкириядан, Казаннан, Дағыстаннан, бұлайда Карачай, Черкесиядан, башқа республикаладан да қағытыла келген әлі біз сүйе біз қатышырға, бардырырға деп бұл ilmu жиынны. Енчідама бүгін мен бұл жиылуда белгілеге мен анышы оқы белгілі алим Акавов Забит Насырович, құмықлы алим, қалай жылы сөзлерін, жылы ескерулерін айтқанды, жарсуға келе алмағанды бері болса да кесіні сүймеклеген ештірткенді бүгінгі тыңлаушылаған. Толгурланы Зейтун мені ұстазым еді. О себептен баямда мен қадарға аразылығымы білдірге керек ме, ол мені ұлы ұстазым еді. Мен аны басшылығы бұла кандидат диссертациямы да жазғаным. Бүтінда бұл ақыр жыллада ол бізні Карачай Малқар адабият бөлімізге басшылық еткен жылларында біз аны бұла қар күннен түбешіп, сөйлешіп, ол бізні
ұстазыбызы кесаматчы еді хау. Жаратмаған затына кесамат сөзлөді қары еді. Бірде лай мұдақландырғанда еттіруші еді. Алай бүгілікте бізді аңлайбыз. Алай болырға керек еді. Бір затқа жетішір үшін, бір затын түзетер үшін халатланы түзете білерге де керекті. Толғырлан Зейтуна түзетірге үйретті еді. Көп затқа бізді ilmi oyunbuzunu kengертерге себеплік еті еді. Аннан тышында да, алимліктің тышынан да ол ұлы жазушы еді. Бірде бұлай біз төбешкенде, Зейтун Хамидович, сіз ilmi бұламы күрешірге бек сүйесіз, оға сіз сұратлау шығармашылық ба дегенде, ол айтқанға көрі біз аңлаған ек, ол сұратлау шығармала жазарға бек сүйе еді. Сіз білем, сол күллені қалай сақлы еді. Мен бұл сол күлледі bu xaparımı жазама, bu çıgarmamı жазама деп алай айтеді. Зейтун Хамидович бір солысағызда болуға, бір санаторийге барсағыз дегенде, мен кесімі сұратылау ішім жазғанда, мен о заманда солыйма, мен о заманда эстетика сезімді сынайма деп бізге алай айтушы еді. Көп шығармалар жазғанда, ол бүгін өсінінде айтылғанда. Ол шығармала, сұратылау шығармала, аны романлары, жетегелі, көггелі, Хоттай, ақ жерік, ала өлчемсіз шығармала болуқла бізіне миллет маданиятыбызда, миллет тарихыбызда. Алай мұдақландырғандағы да бір заты арчыларында толғырланы Зейтун «Ай мені торатым» деген повестіні жазы еді. Ол har күннен айтыйды, ол жазған повестіні үсіннен. Аны башы кетті. Гемуланы Ако еді. Сіз білемісіз, мен аны тарихын, аны жашауын үсінен көп білеме, мен аны қайда болған несін оқуғанма, ол аллай арю sıfat болуқты, ол аллай күшлі sıfat болуқты, ол аллай аламат шығарма болуқты деп кесі өктемленіп айтучы еді. Жарсуға аны тораты жазылмай қалғанды. Біздің есімізде толғырланы Зейтун құру фахмылы адамчауға сөз ұстасыча. Аннан тышында да ойынны күлкіні сүйген, жашауыны сүйген, кең жүрекли адамча қаллықты. Бүгілікте мен башчылық еттен бөлім, Қарачай, Малқар адабиятыны бөлімі. Зейтунны терк-терк ескері біз, аны ilmu ішлері бізні алыбызда har күнненділі. Біз ала бізге үлгүділі, бейік үлгүділі, тамлағы күнде миллет ilmunu айнытырған. Титуланы Борис былай айтты. Жарсуға аны сайламалары, башқа адамланы сайламалары шыққанша шықмаған деп. Аны сайламаларын етілінсейді ол үш. Ол миллетімізге, миллетімізні адабиятына, миллетімізні тін байлығына, беғылы қошымшылық болуғына мені шегім жоқты. Түзәйтесі Көліна Жарсуға аны бір-бір шығармалары Энчиде Хутай романы үсінен айтырға сүйемемен. Ол Минитау журналының бетлерінде 2-4 номерінде үзік-үзік бол басмаланғанды. Кесіде айтучейді оланы Жарсуға сау китап болып шықмағанды деп. Баямда Аллай соруланы біз еске алып, ол жұмышланы тындырға керек біз. Ол бүгілікні жұмышлары түлі, ол келір төліге кереклі ұлы борчты бізні алыбызда. Біз әні тамамларбыз деп шанама. Бұл жашауда har негеде ол санда адамны мағанасына да заман ұзғаннан сора тыйышлы түз баға беріледі. Қолына алған не ішінде Россия даражда бардырған демеңгелі әлемі біз толғырланы Зейтун жашаудан замансыз кеткелі 3 жыл болғанды. Бұл аламат ilmu даражалы кең программалы конференцияны құраған адамлаға жүректен ыспас етерчады. Сау болсулла. Толғырланы Зейтуна кесіні өз жашауыны өзеклері білі халқыбызны ниет байлығына, есіне, ilmusuna, жазма сөзіні көп түрлі залларына да ұлы қошымшылық етіп кеткені барбызға да баямды. Бір адам Аллай бір затыны етіп кетерге қолына келгеніне сегір етер чады. Сөзсіз біз демеңгелі Зейтуныбызны халыққа қойып кеткен дин қазнасын аңыларға, тінтірге, бірге жиып халыққа тура етерге борчлыбыз. Қойған ызың нүрліді Зейтун.